2016 жылы Сарыарқаның төрінде дүниеге келген Қасым Аманжоловтың 110 жылдығы тойланып өткен болатын. Жалпы Қасымның өміріне қысқаша тоқталатын болсақ, Қасым Аманжолов жастайынан әке-шешесінен жетім қалған болатын. Ағасының қолында өсті. Көптеген қиындықты көрген Қасымның поэзиясы да өте тұнып тұрған ерекше. Қасымның поэзиясына әсер еткен ол Орал қаласы болды. Ол Оралда жүріп, өзінің нағыз махаббат туралы өлеңдерін сол жерде жаза бастаған болатын. Қасым әрі лирик, әрі эпик ақын. Оның лирик екенін біз мына өлеңдерінен байқаймыз. Сақып Жамал, күйім тасып барады, күйім тасып. Осы өлеңдерінен оны махаббат туралы лирик екендігін бірден білеміз. Ал оның Боран, Жамбыл, Біздің дастан, Боранды түнде деген өлеңдері, шығармалары оның эпик екендігін білдіреді. Сонымен қоса Қасымның тағы атқарған маңызды әдебиеттегі орны ол сыни, яғни ол мақалаларға сыни жағынан да өзінің пікірлерін білдірген болатын. Қасым Аманжолов Ұлы Отан соғысына да қатысты. Ұлы Отан соғысында басында қиыр шығыста тыныштықты күзеткен Қасым одан кейін нағыз қан майданға, батысқа ауыстырылған болатын. Сол жақта жүрсе де өзінің поэзиясын тоқтатпады. Жалпы Қасымның поэзиясы несімен ерекше? Оның поэзиясы халықтың батырлығын, халықтың жан дүниесін түсіне біледі, және ол Қасым халықпен бірге сыр шертеді. Оның поэзиясының ерекшелігі де осында болып табылады. Әрі оны біздің халық еш уақытта ұмытпақ емес. Көрбем ғой бір армандай қызды, бір нәзік сәуле күлімдеп еді. Сұрапыл соғыс, соқты да бұзылып, сапырды дауыл, тебіренді теңіз, тулады толқын, шайқалды шыңғыс, қып-қызыл өрттің ішінде жүрміз. Қайда екен қайда, дарияға соғыс. Оқ тиді келіп, қайратым кеміп, барамын сөніп, келмейді өрдім. Тұрғандай сол қыз жаныма келіп, талпына берді.